Пленум единодушно избрал генеральным секретарем ЦК КПСС видного партийного и государственного деятеля Михаила Сергеевича Горбачева. Шемен, ауыр тас, зіл тасқа айналған қайғысы, қасіреті бәр сыртқа шықты. Мұның әлгі себептерін сезінбесе де, бұл жағдай көптің ішінде, былай айтқанда, наразылық болды. Маздап жанған отқа бір май құйып жіберген сияқты болдық. Алаң толып кеткенде мен өзімді кәдімгідей биік сезіндім. Жалпы расында да біз ел екенбіз ғой. Намыс бар екен ғой бізде деп. Ұлттық намыс деген ол. Неге ел білетін осындай азаматтарды неге сайламадыңыздар? Сөйтіп жаңа Мирошин айтты, партия деген өзі қалай шешсе, өз билігін өзі былай жүргізеді, уставында жаңағындай жазылмаған. Сол себептен бұл заңды шешім деп тіктік жауап берді. Кеңестер одағында жүріп жатқан демократиялық қозғалыстардың әсеріменен бас көтере қалса, соларды қалай басамыз деген ойдың жетегін алған. Сөйтіп метел операциясын әзірлеген. Бірақ оны сынайтын жер таба алмай жүрген. Алматыда, Брежнев атты алаңға қарусыз ештеңеден хабар жоқ. Қара күш қолданады деген санасына да кірмеген. Сол кездегі демократиялық рухтың әсерінен оянған жігіттер мен қыздар алаңға бейбіт шеруге шыққан кезде метел операциясын ұйымдастырған адамдар жүрегі жарыла қонған. Михаил Горбачевтан ауызша ғана рұқсат алып, КСРО қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары Бабков Алматыға ұшып келген. Жерде үлкен зацепка болды. Сол зацепкіден біз бері қарата өте алмай тұрған кезде, ар жақтан қарата кіріп үлгеріп қалдық та, бір тобымыз қайттан кіре алмай қалдық. Баяғы айтқаныма спецназ бар ғой, былай келе жатқан. Солардың кезегі маған деген қана кім, қара құсам ұрып өтті, басым былай қарата кетті. Көзім көріп қалды, мына дубинка былай қарата өтіп бара жатқан. Сосын сездім, бойымнан бүткіл қуатымның бәрі кетті, сондай қатты нағырсы қалғанын сездім. Сөйтіп былай ондаған жаңа көліктер, машиналар бәрі дайын тұр. Жаңағы жедел жәрдем, скорый помощьтардың мына трибунаның алды ар жағында бәрі толып тұрды. Әкімшіліктің алды қазір ол жердегі енді орталық комитет қой. Толып тұр. Ол жерде тек үлгергендер қолма-қол бұл жерде біз қанша жинап жүрсек, жаңағы ыңырсып жатқандарды, тек қансырап жатқандарды, қан ағып жатқандарды. Сол метел операциясының құрамында ана мейірімін, әке мейірімін көрмей өскен мейірімсіз адамдардан құралған топ болды. Алаңға қарусыз шыққан жас қыздар мен жігіттерді ұрып құлатып, қыздарды бөрене сияқты шашынан бір аяғынан ұстап машинаға лақтыратында солар. Жастарды топ-тобымен машинаға тиеп 70 шақырымға дейін алып барып, бала көтермесінде қыздарды
бірнеше сағат бойы мұздың үстінде отырғызып қойғанда солар.